Көрермендер, біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Бүгін студиямызда қонақта Сырдария университеті Оңтүстік Қазақстан облысы Жетісай қаласынан академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша фольклорлық тәжірибе өткізуге келген студенттер әрі дәріс оқытушы Әбенова Ләззат, Данияр Асылбек, Адырова Олданай, Муталиев Меделхан. Студиямызға қош келдіңіздер. Семей қаласына қош келдіңіздер. Қандай мақсатпен келдіңіздер? Соны айтып өтсеңіз сіз. Қайырлы таң, құрметті, бізге өте ыстық, қадірлі Семей өңірі, Шығыс Қазақстан жері, Шыңғыстау. Біз бұл өңірді өте қасиетті, қастерлемейтін қазақ жоқ, себебі бұл өңір ерен, бөлек, айрықша жер, себебі керемет ұлы даналарды берген жер деп есептейміз. Біз енді осы академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша қазір білесіздер, республикада немесе шетелдерге студенттер академиялық ұтқырлық бойынша білімін жетілдіріп, іс тәжірибе алмасып жатады. Міне осындай биыл біздің студенттерімізге қазақ тілі мен әдебиеті мамандығында оқып жатқан Жетісай қаласында, Оңтүстік Қазақстан Сырдария университетінде осындай мүмкіндік туды бізге. Оған біз үлкен алғысымызды айтамыз. Осы Қазақ инновациялық гуманитарлық заң университетінің ұжымына, осы университетті басқарып отырған Шынар Асылханқызына және осы академиялық ұтқырлыққа негізі осы идеяны тастап бізді үлкен ықпалдастықпен шақырып отырған Шынар Ботайқызына, гуманитарлық факультетті басқарып отырған. Және біз өз университетіміздің басшыларына, біздің университет ректоры Дайырбеков Серік Санспайұлына осы мүмкіншілікті тудырып, бізді осы бүкіл топпен фольклорлық іс тәжірибені өткізуге және осында мен өз тәжірибе алмасып лекция оқуға бір апта біз осында 22-сіне мамырдың келдік. Содан бері Семей қаласындамыз. Университет ұжымы бізді өте ыстық, жылы қабылдады. Басшылармен кездестік, факультет студенттерімен кездестік және үлкен концерттік бағдарлама ұйымдастырды. Студенттер өздерінің лекцияларын тыңдады және осында керемет мұражайларда, сосын ең негізгі біздің басты өзіміздің арманымыз болып жүрген осы студенттермен бірге ұлылар мекеніне кеше саяхат жасадық. Үлкен сезімде кеше біз түн жарымға дейін сол ойларымызды бөлістік. Сол себепті мен осы өңірге, осы мүмкіндікте өздеріңізге, Семей өңіріне, осы оңтүстіктің қиырынан, Жетісай қаласынан, мен арқылы бүкіл Жетісайда 350 мың тұрғыны бар, міне осы жиделі Байсын жерінен ыстық ықыласымды, сәлемді өздеріңізге жолдаймын. Қабыл енді қандай мақсатпен келдіңіздер? Қандай жұмыс атқарып жатсыздар? Біз Семей қаласы, Шығыс Қазақстан облысына, яғни Семей қаласына өзіміздің фольклорлық іс тәжірибемізді жүргізуге келдік. Бұл жерде, яғни Семей қаласында орналасқан түрлі мұражайларда Абай атамыздың, Мұхтар атамыздың мұражайларына барып, сол жердегі көне қолжазбалармен таныстық, яғни кітаптармен де танысып, сол жерде өзімізге керекті мәліметтермен өзіміздің қорегімізді алып жатырмыз. Және осы фольклорға қатысты дәрістерді тыңдап жатырмыз. Қазақ инновациялық гуманитарлық заң университетінің ғалымдары, ұстаздары бізге өздерінің дәрістерін оқып жатыр. Атап айтқанда филология ғылымдарының кандидаты Қабышев Талғат Болатұлы және Тлевальдинова Нұргүл Қазанбайқызына өзіміздің үлкен ықыласымызды білдіреміз. Олар бізге жол сілтеп жатыр, қалай жасау керектігін айтып жатыр. Және білім алдыңыздар. Қазір тамаша ауыз әдебиет үлгілерін бұлар жинақтап, есептерін дайындап, оларды тақырыпқа, жанрға бөліп, қазір ол жинақтады жұмыстарын. Біз кеше Қазақ инновациялық заң гуманитарлық университетінің студенттерімен бірге және осы университеттің ұстазы Қабышев Талғат Болатұлымен бірге Абай атамыздың туған жері Жидебайға саяхат жасадық. Біз жолда Күшікбай тауындағы асуына тоқтап, сол жердегі 50 градус суықта да қатпайтын бұлақтан су іштік. Ары қарай Бөрлідегі Мұхтар атамыздың мұражайына тоқтап, сол жерден өзімізге керекті мағлұматтарды қағаз бетіне түсіріп алдық. Содан соң Ола Абай атамыздың үйіне барып, мұражайына барып, сол Абай атамыздың кесенесіне барып, үлкен тағзым етіп, Құран оқып, сол кісілерден өзімізге үлкен бір
рух пайда болғандай болды. Біз енді міндетті түрде Абай жолын Жетісай қаласына барған соң Абай жолын қайта оқып, өзіміздің көзбен көріп, қолмен ұстаған заттарымызды, білгендерімізді сол кітап арқылы қайттан елестетіп, бізде Мұхтар ағамыз сияқты бір үлкен шығарма жасақ деген ойдамыз. Көзбен көрген бір басқа, оқыған бір басқа дейсіз. Әрине. Ұлданай ханым. Біз осы академиялық ұтқырлық бойынша Семей қаласына келгенімізге еш өкінбейміз. Себебі бізді осы Семей қаласындағы Қазақ инновациялық гуманитарлық заң университетінің ұжымы өте керемет, жақсы құрметпен қарсы алғаны үшін алғыс білдіреміз. Біз Семей қаласына келгеннен кейін өзіміз білмеген, өзімізге бейтаныс болған көптеген ақындармен таныстық, және осы Абай атамыздың жарыққа шықпай қалған көптеген мұраларын осы жерден таба алдық. Және осы ретте айта кетейін, бізді осы академиялық ұтқырлықпен осы жерге келуімізге себепші болған Сырдария университетінің ұжымына және осы университеттің ұжымына гуманитарлық факультеті қазақ филологиясы кафедрасының меңгерушісі Шынар Ботайқызына алғысымызды білдіреміз. Енді Ләззат Усманқызы, болашақта Семейдің де студенттері, мысалы, атап айтқан Қазақ инновациялық гуманитарлық заң университетінің студенттері сіздерге келуге мүмкіндігі бар ғой? Біз ары қарай осы әріптестігімізді осыны ары қарай жалғастырмақшымыз, үлкен бағдарламалар құрып отырмыз. Лекция оқуға біз бұл жақтан абайтанушы мамандарды, ғалымдарды, жаңағыдай Шағатай, қолжазба, бізде қолжазба қоры өте көп. Біз сол қазір менің түйгенім, сол университеттің базасында біз ары қарай қолжазба қорын ұйымдастырып, жинап соны ары қарай жалғастырып зерттеуге әрекет жасаймыз. Ләззат Усманқызы, енді тілегіңіз болса. Жақсы, енді әрине біз үлкен мақсатпен келдік, сол мақсатымыздың бір шеті қазір шығып отыр. Студенттердің көздері жайнап, өздерінің оқыған дүниелерін көзбен көріп, оны тұшынып, сезініп, Абай атасының шыққан қырына, түскен ойпатына түсіп кеше, сол көп нәрселерді бағамдап барлады өздері де. Ал енді мен бүкіл Семей халқына, осындағы университет ұжымына, өзімнің туған жеріміздегі университет ұжымына, халқымызға үлкен парасат пайымын тілегім келеді. Себебі Абайдың әрбір өлеңі біздің бойымызға осындай қадір қасиетті құяды. Абайды біз дана Абайымыз бәрімізге ортақ. Адамның ең бір жақсы қасиеті ұлылықты, парасатты, сұлулықты сүйе білу. Біз Абай өлеңдері, шығармалары арқылы осындай парасатты жан болуға әрекет етеміз. Спасибо вам большое. Ну, как с положительными эмоциями вы сюда приехали, так мы надеемся, что с этими положительными эмоциями, впечатлениями вы уедете из Семей. Спасибо большое. Уважаемые телезрители, сейчас же мы с вами смотрим очередную серию мультфильма. После начнем третью часть программы.